Сәлем достар, Абзал Дәулетов каналына қош келдіңіздер. Біз Нинбо қаласындамыз. Жаңадан шыққан Zikr 8X автокөлігінің презентациясына келіп отырмыз. Бұл жердегі презентацияда автокөлікті көрсететін болады. Қытай елінде ең бірінші болатын презентацияның бірі бұл бренд бойынша. Не байқайтын боламыз? Автокөліктің бағасын білетін боламыз видеоның соңына қарай. Және де автокөлікті қашан Қазақстанға немесе басқа да СНГ елдеріне экспортқа шығарылатын туралы толықтай білетін боламыз. Біздің каналға тіркеліп отырыңыздар. Өздеріңіздің достарыңызға осы видеоны жіберіп отырыңыздар. Жап-жаңа Zikr 8X автокөлігін официалды презентациясын Нинбо қаласында бірге тамашалайық. Жарты сағаттық жолды өттік, автобуспен біз қазір ғана Нинбо центрына келдік, презентация өтетін жерге келдік. Өздеріңіз көріп отырғандай, мына атмосфераны сіздерге айта алмадым, өйткені автокөліктердің орнатылғанын қарасаңыздар өте күшті, яғни мына ортада бізде көл бар, ал сол көлдің үсті жағында қарама-қарсы жақта Zikr 8X моделінің бүкіл комплектациясын қойып қойған. Әрі қарай қызық болады. Келесі зонаға өтетін боламыз. Лүпіл басып отырыңыздар. Презентация басталып кетті. Автокөліктерге доступ толықтай беріп тұр. Арғы жақта өздеріңіз көргендей, Қытайдың стримерлары көптеген стрим жүргізіп жатыр. Алдарыңызда Zikr 8X. Ең толық комплектацияда, хайпер жиынтығында. Осындай заводтан сұрт түсте, және де бұл матовый пленка керек емес, матовый пленка бұл жерге жабыстырылып қойылған. Алдына келетін болса, хромированный пакет, 1400 аттың күші бар бұл автокөлікте. Енді біз именно сол бәріне қызық болатын деген хайпер жиынтығынан сіздерге бастап айтайын дедік. Ал қазір интерьерін қарайтын боламыз. Интерьері енді әдемі деп айтуға да болады. 8X интерьері бірінші қараған кезде Porsche Cayenne интерьеріне ұқсайды десек те болады. Мына жерде карбондық элементтер арнайы ұстайтыны бар, өйткені 1400 аттың күшін басқарып отыру үшін мына жерден ұстап отырсаңыз болмайды. Жалпы айтқан кезде 0-ден 100-ге дейін автокөліктің жүру ұзақтығы 3 секунд. Системасына келетін болсақ, қазіргі таңда Қытай тілінде әрине лидар системасы бүкіл адамдарды көрсетіп тұр, айналамызда тұрған. Былай айтқан кезде былғары өте жұмсақ. Найм аудио системаны байқап тұрмыз. Мерседестегідей автокөліктің орындықтарын өзгерту система жүйесі. Былай айтқан кезде мына жерде лаунж контроль, energy boost, яғни автокөлікті қолданысыңызға қарай әртүрлі режимдарға ауыстырып отырсаңыз болады. 4 орындығында да массаж бар, спорттық үлгіде. Арты жағына келетін болса ковш үлгісінде, бірақ бұл ковш емес, бірақ дизайны, материалы өте жақсы. Өздеріңіз білетіндей 9X-та мына жерде смартфон болған, ал бұл жерде уже алынатын смартфон емес, встроенный телевизор. Передачасы мына жердегі качествосын айта алмадым енді. Өте күшті. Автокөліктің толықтай осы жерден артқы жағынан управление жасауға болады. Екі разъем Type-C. Өзіңіздің телефон зарядтасаңыз болады. Мына жердің батырманы бассақ, бұл жерде холодильник. Бұл да как доп опция ретінде жүреді. Холодильникті сатып алуға болмады, болмаса холодильниксіз алуға да болады. Артта отқан адамдарға мына жерге арнайы Мерседестегідей жылыту системасын көрсетіп қойған, воздуховодтарын. Жалпы ала кеткен кезде ең қызық әрине бұл жердегі телевизоры бір батырмамен ашылады. Басында орыс тілі болмауы мүмкін, бірақ со временем әрине орыс тілі болады деген ниеттеміз. Артқы орындықтарды жатқызуға болады, яғни артында отқан адамдарға өте комфортно. Автокөлік былай айтқанда SUV сегмент болса да, бірақ артында менің аяғыммен алдыңғы жерінен орын өте көп, яғни ыңғайлы деп айтсақ та болады. Нулевая гравитация, мына жерде атаманкасы бар, арнайы оң жақта отырған адамдарға арналған. Және де ең қызығы мына қызыл строчкадағы белс ременді айтсақ та болады. Адам өте көп, түсіріп алуға возможность болса сразу сіздерге контент жасап жатырмыз. Сыртқы дизайнын көрдік, матовый заводтан түсте болады екен. Спорттық үлгідегі элементтерін байқап тұрмыз, қара түстегі және де Pirelli P0 резинасын қойған, өйткені именно спорттық үлгідегі автокөліктерге қойылатын дөңгелектердің бірі. 6 поршынды тормоз жүйесін байқап тұрмыз, және де Zikr надписімен мына жерде оранжевый түсте өздеріңіз білетіндей Akibona тормоздық системасы орнатылған. Автокөлік жүк салғыш аймағына келетін болсақ, бұл жерде бізде 220 вольтқа арналған арнайы портымыз бар. Және де мына жерде прикурительді қоссаңыз да болады.
екі жақтан свет қойылған. Егер заттарыңызды көру үшін сыйымдылығына келетін болсақ 500 литрдай, заводтан андай шторкмен жүреді. Бұны как допопс ретінде сатып алуға болады. Және де автокөлік 5 орындық болғандықтан бұл жерде 3-ші ряд жоқ. Бұл тек қана 9X-та ғана сіз 3 рядты ала аласыз. Мына жерде батырмалар арқылы сіз автокөліктің орындықтарын жатқызып, сыйымдылық жағын үлкейтсеңіз де болады. Және де мына жерде тағы да бір қызық не тұр, айта кетсек, индикатор тұр. Бұл дегеніміз осы іш жағынан, егер сіздің лючогыңыз ашылмай жатса, зарядтайтын, соны іш жақтан ашу үшін жасалған екен. Сағат 7 уақыты презентация жалғасуда. Өздеріңіз көріп отырғандай, Қытай елінің блогерлары прямой эфир жүргізіп, автокөлікті былай айтқан кезде предзаказбен сатып жатыр десек те болады. Өздеріңіз білетіндей, жаңа бренд шыққан кезде предзаказ өте көп жинайды. Сол предзаказ қалай жиналып жатыр? Жалпы сол предзаказдың барлығы осындай блогерлардың, инфлюенсерлердің прямой эфирда сұрақтарға жауап беріп, клиенттерге ссылканы жіберіп, предзаказ жасатып отқан арқасында сатылып жатыр десек те болады. Ары қарай жалғасатын болады презентациямыз, қызықты моменттер болады. Қазіргі кезде менің ойымша бұл уровеньға біздің қазақ елі әлі жеткен жоқ, бірақ Қытай елінде жаңа модель, жаңа бренд шыққан кезде осындай үлкен ауқымда жасалады. Және де осы Қытай елінің автокөліктері қазіргі таңда болашақта біздің нарықта өз үлесін арттыра беретін болады. Ары қарай автокөліктерді көріп бітсек, енді келесі кезек ол автокөліктің презентациясы болатын жерге өтетін боламыз. Ол жақта біздің партнерлар болғандықтан Zikr-дің бізге арнайы орын жасап қойған, сол орынға барып, үлкен экраннан осы Zikr компанияның басшысының өзінің осы автокөліктің ашылу салтанатын қарайтын боламыз. Себепті бізбен бірге болыңыздар. Көптеген қызықты материалдардың бәрі тек қана алдыда. Үлкен экранның алдында отырмыз, именно партнерлар зонасында. Осы экранда автокөлік туралы бойынша презентация официально өтетін болады. Сіздерге арнап видео түсіретін боламыз. Жалпы адам өте көп, медиа бар, партнерлар бар, бүкіл мемлекеттен. Сол себепті қызық болады деген ойдамын. Қазір ғана презентацияда 2 сағат отырып, толық мағлұмат білдік бұл автокөлік туралы. Жалпы безопасность туралы айтты, қалай Қытай елінде 5 минуттың ішінде 0-ден 80-ге дейін зарядталатыны туралы айтты. Қазір бағасын білдік, енді автокөліктерге бара беруге болады деген ойдамыз. Бірақ күтіп тұрмыз. Баруға бола ма? Охранник мырза. Окей, все, баруға бола. Біз 8X-тің официалды презентациясында сіздерге тура осы жерден қазақша контент түсіріп жатырмыз. Сол себепті достар, лайк басып, лүпіл басып отырыңыздар. Мынандай фиолетовый түстегі автокөлік қазіргі кезде бірінші есігін ашып жатырық. Осы жерге қойып, бүкіл цветінде қойды, бүкіл жиынтығында қойды. Мына бізде ультра жиынтығы. Бағаларына келетін болса, 31 майға дейін енді Қытай елінде тұрып заказ беретін болсаңыз, 476 мың юань, яғни 28 миллион теңгеге хайпер жиынтығын сатып аласыз. Ойлаңызшы, хайпер 1460 үшін 28 миллион алсаңыз, примерно Қазақстан нарығында сізге ол 40 миллионға дейін шығатын еді. Бірақ біз экспорттық версиясын күтетін боламыз. Сіздер экспорттық версиясын кім арқылы заказ беруін өздеріңіз білесіздер. Әрине, біз арқылы Жетпей авто сіздерге тез әкеліп беретін болады. Бұлғардан жасалған, алькантарамен комбинацияланған, ар жақта қызық болып жатыр, соны көрейік. Жалпы продукт өте жақсы. Бұл продукттың болашағы бар деген ойдамыз. Сразу ең полный хайпер жиынтығына отырып алдық. Tiffany түсте автокөліктің сыртқы экстерьерінің түсі. Ал салонына келетін болса, қара түстегі салон, қызыл ремендермен, оранжевый ремендермен. Аудиосистема менде жалпы өте күшті көрінеді. Егер мен қазіргі таңда осындай бағада бізге де Қазақстан нарығына сатылатын болса, мен өзімнің M5 автокөлігімді сатып, 1400 аттың күші бар Zikr 8X автокөлігіне отырсам ба деген ойым бар әрине. Көреміз, бірақ отыру керек сияқты. Заман дамып бара жатыр, технология дамып бара жатыр. Содан сол себепті 2018 жылғы M5 немесе 2026 жылғы Zikr 8X хайпер жиындағы 1400 аттың күшін беретін автокөлік бар. Енді таңдау өздеріңізде, бірақ мен
Қытайға жақын арада мен де отыратын сияқтымын көп ұзамай. Официалды презентациясында 2 сағат отырып, видеолар көріп, бүкіл мәліметтерді көріп отырып, міне жеттік, бағасын білдік автокөліктің. Автокөліктің бағасы былай айтқан кезде Макс жиынтығына келетін болсақ, оның Қытайдағы бағасы мен сіздерге қазір суретке түсіріп алғаным бар, сол бойынша айтып өтейін. Тұра тұрыңыздар. 27 мың юань скидка беріп жатыр. Яғни 31 мамыр айына дейін тапсырыс берсеңіз 27 мың юань скидка беріп жатыр бұл автокөлікке. Жалпы толық бағаларына келетін болсақ, бізде Макс жиынтығы 330 мың юань, ол дегеніміз 21 миллион теңге. 8X Ultra жиынтығы 350 мың юань, ол дегеніміз жетке көбейтеміз, примерно 25 миллион төңірегінде. Ал 8X Ultra Plus жиынтығы ол 400 мың юань, яғни оның бағасы 28 миллион теңге. Ал 8X Hyper қазіргі таңда 31 мамырға дейін тапсырыс берсеңіз, оның бағасы 480 мың юань. Яғни былай айтқан кезде сізде 35 миллион төңірегінде болады. Бұл Қытайдағы бағасы. Әрине Қазақстанда қандай бағада болатынын білу үшін бізге төмендегі номер бойынша жазуды ұмытпаңыз. Мен жеке өзімнің номеріне жазсаңыз болады, егер тапсырыс бергіңіз келсе, мен сізге алып келетін боламын. Яғни бағасы өте жақсы. Тек қана автокөлік редукторы бұзылып қалмаса болды. Енді Қытайлар қазір 9X-на редукторын жасап шықты 26 жылдан бастап. Ешқандай проблема болмайды деген ойдамыз. Жалпы бізде гарантия бар. Бізде редукторын сынып қалса, редукторын тегін ауыстырып береміз. Біз осы Zikr брендінің официалды несі болып саналамыз. Экспорттаушы компаниясы болып саналамыз. Сол себепті еш уайымсыз біз арқылы тапсырыс беруге болады. Ертең бізде тест-драйв Zikr дилерлік орталығында Нинбо қаласында, сол жақта техникалық жағын толықтай тағы да айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін бізде екінші күн, кеше презентация өтті. Алдыңғы видеолардан оны көрген шығарсыздар. Ал қазір біз Қытай еліндегі ең үлкен Zikr дилерлік орталығына келіп отырмыз. 3S форматында, яғни сервис, шоурум және де толықтай зона выдачи. Яғни Қытайда қазіргі кезде көптеген торговый центрларда кішкентай open space түрінде жасалған орталықтар бар, бірақ автокөліктерді беру орталығы тек осындай үлкен дилерлік орталықтарда ғана болады. Ал ішіне кіріп бірге тамашалайық. Ауқымы 2000 квадраттан асатын шоурумға кірдік. Бұл шоурумда қазіргі таңда былай қарасақ, мына рядта 4 автокөлік, мына жақта 8 автокөлік сиып тұр. Бұл өте үлкен шоурумдардың бірі деп айтсақ та болады. Ал бестселлер продаж болатын автокөлік ол Zikr 8X шоурумда тұр. Арғы жақта ең бірінші сатып алушы Қытай еліндегілер өздерінің автокөліктерін сатып алып, уже айдап жатыр десек те болады. Мынау бізде Ultra Plus жиынтығы осындай сұр түсте, ақ салонымен, ақ потологымен автокөлік қазіргі кезде осылай зарядкеге қойып қойған, ашып отырып көруге болады. Кішкенеден кейін бізде тест-драйв болатын болады. Қазір осы автокөліктің выдачасы болып жатқан жерге барайық. Сол жерде сіздерге ең бірінші алып жатқан Қытай азаматтарын көрсететін боламыз. Кеше ғана Қытайда презентацияда Нинбода автокөлік 8X-тің бағаларын айтты. Ал қазіргі таңда ең бірінші өзінің автокөліктерін Қытай азаматтары алып жатыр. Қытай азаматтары алып болғаннан кейін мына жерде өздеріне керекті сыйлықты таңдап ала алады. Яғни Zikr активді спорттық образды жақсы көреді. Сол себепті мына жерде спорттық велосипедтер, теннисный ракеткалар, қармақтар және де велосипедтің шлемдері, яғни спорттық үлгідегі спортқа арналған жабдықтар сыйлыққа берілетін болады. Ал жүріңіздер, біз ең бірінші Zikr 8X автокөліктерін алып кеткен адамдарды көрсетеміз. Бүгінгі күннің өзіне 20 шақты автокөлік қазір берілуге дайын тұр. Яғни арғы жақта шоурум болса, ал мына жақта Zikr Delivery, яғни автокөлікті беретін жер. Бұл өте үлкен ауқымда, үлкен дилерлік орталық болғандықтан Қытай еліндегі. Мына жерде біз қазіргі 20 шақты Zikr 8X автокөліктерінің выдачасын байқап тұрмыз. Қараңыздар, мына автокөлік дайын, қара түсте, қызыл салонмен, Ultra Plus жиынтығында.
Ал мына жерде клиент уже өз автокөлігімен танысып жатыр. Бұл жерде қара түсте ультра плюс жиынтығы коричневый қоңыр салонында байқап тұрмыз. Автокөліктер өте көп, бірақ high performance былай айтқан кезде бұл жерде пока көріп тұрған жоқпыз. Біз ол туралы толық мәлімет сұрайтын боламыз. Яғни high performance кейінірек берілуі мүмкін, өйткені 1400 аттың күші бар. Ол автокөлікті массовый көп жасап үлгермейді. Мысалы 9X-тің историясына келетін болсақ, 9X-тің өзі high performance комплектациясын кейінірек шығарды. Бірінші ультра макс жиынтықтары болды, ал содан кейін ғана басқа жиынтықтары болды. Ал мына жерде 9X-та өзінің нелерін күтіп тұр. Бірге көрсетейік. Әділ екеуміз сіздерге Қытайдан ең бірінші Zikr 8X автокөліктерінің тапсырысын көрсетіп жатырмыз. Ең үлкен дилерлік орталықта Нинбо қаласында. 9X-тарда редукторының проблема шешілді. Мына жерде макс жиынтығы, мына жерде ультра жиынтығы. Екеуінің жарық шамдарынан байқауға болады, қандай жиынтық екенін. Яғни бұл автокөліктер сататын болғандықтан біз автокөліктерді толықтай зерттейміз. Сол себепті толықтай зерттеп барып сіздерге мәлімет беретін боламыз. Мына жерде H9 именно несі тұр, системасы тұр, Hyperдегі сияқты 36 камера өте көп орнатылған. Ары қарай біз тест-драйвқа қатысатын боламыз. Тест-драйвтан контент күтіңіздер, автокөліктің жүрісін барлығын бірге байқайтын боламыз. Ал егер сізге осындай қазақша контент ұнап жатса, лүпіл басып отырыңыздар, видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Су жаңа Zikr 8X автокөлігінде тест-драйв өтіп жатырмыз. Өкінішке орай рульге отыра алмаймыз, бірақ қасында отырып та автокөліктің толық жүрісін бәрін байқайтын боламыз. Жалпы бірінші ощущением енді по материалам өте жақсы жасалған. Бесшумкасына келетін болсақ, ешқандай артық дыбыс жоқ автокөлікте. Автокөлік өте оңай жүреді, яғни сізде мысалы 4,4 литрлі BMW болса, бұлдай жүріспен жүрмейтін еді. Автокөлік жеп-жеңіл жүріп келе жатыр. Қытайда бүкіл системасы жұмыс жасайды, яғни автопилот системасы, автопарковкасы барлығы жұмыс жасайды, бірақ енді Қазақстанда жақын арада жұмыс жасайды деген ойдамыз. Өйткені Қазақстан нарығында Zikr өзінің спутнигін қосса, бізде де тура осындай бүкіл системасы автокөліктің жұмыс жасайтын болады. Енді ол болашақта сондай жетістікке жетеді деген ойдамыз. Өйткені Zikr бренді қазіргі таңда өздерінің жаңа технологиясымен, жаңа модельдерімен жақын арада Toyotаның орнын басады деген ойдам. Өйткені былай айтқан кезде өздеріңіз ойлаңыздар, 60 миллион теңгеге Toyota Land Cruiser 300 автокөлігін аласыз ба? Мына бардачок шиқылдайтынмен. Әлде 50 миллион теңгеге Zikr 9X 900 аттың күші бар. Сондай автокөлік аласыз ба? Енді таңдау өздеріңізде, комментарий жазып отырыңыздар, Toyota ма, әлде Zikr ма? Автокөлік қазіргі таңда искусственный интеллект айдап келе жатыр. Осы автокөліктің ішінде орнатылған AI системасы. Яғни тек қана рульді заң бойынша ұстап отыру керек, бірақ поворотниктің барлығын, автокөліктің жүріс жолдарын, светофордың барлығы Қытай елінде автокөлік өзі жүре алады. Яғни рульді де өзі бұра алады. Ешқандай дополнительный керек емес. Өздеріңіз білетіндей көптеген видеолар бар, қытайлар рульде отырып автокөліктерге Қытай береді, өйткені бұл жақта толықтай бүкіл функциясы жұмыс жасайды. Тағы бір ерекшелігі, мысалы сіз корейлік тамақ жегіңіз келеді, немесе содан кейін фитнеске барғыңыз келеді. Соның бәрін голосовой управление арқылы Zikr-ға айтасыз. Zikr сізге корейлік тағам жерін тауып береді, ең мықты. Содан кейін сізге фитнеске баратын жолды да тауып беретін болады. Бұл өте керемет. Осы функциялардың барлығын Қазақстан нарығында жақын арада күтетін боламыз. Өйткені Zikr компаниясы қазіргі таңда тек Қытай нарығын ғана толықтай охват жасап тұр, яғни системасы, спутнигі. Ал Қазақстан нарығында әзіргі таңда бұл функциялардың толық жұмыс жасамайтынын біз өзіміз бұрыннан білеміз. Бірақ Zikr компаниясы ең бірінші бренд қытайлық ғарышқа өзінің арнайы спутнигін ұшырған брендтердің бірі болып саналады. Автокөліктің динамикасын көретін боламыз. 898 аттың күші өзін көрсетіп жатыр. Бар болғаны 3 секундта 100-ге дейін жететін көлік. Өте тартысы жақсы. Былай айтқан кезде артқа кішкене жабыстырып жіберді. Бірақ енді Hyper комплектациясында 1400 аттың күші қалай жүретінін мен сіздерге айтамадым. 2,96 секундта 0-ден 100-ге дейін жету деген, бұл дегеніміз былай айтқанда Porsche 911,
Lamborghini Revuelto. Олардың өзі олай жүре алмайды. Бірақ Қытай озып жатыр. Қытай брендтері қазіргі таңда нарықты жаулап жатыр. Сол себепті осындай автокөлікті тапсырыс берем десеңіз, сіздер кімге жазу керек екенін білесіздер. Әрине маған өзімнің жекеме жазсаңыздар болады. Мен сіздерге осы автокөліктің экспортты версиясын 180 күн күтпей-ақ алып келіп беретін боламын. Осымен достар, біз сіздерге толықтай Zikr 8X автокөлігін көрсеттік, дилерлік орталық туралы айтып бердік, презентациясын көрсеттік. Мынау мысалы Қытай еліндегі ең үлкен дилерлік орталықтың бірі. Бұл жердегі автокөліктерді, бұл жерде зона выдачасын көрсеттік, қанша автокөлік дайын тұрғанын. Кеше ғана презентация болды, бүгін уже Қытай нарығындағы ішкі автокөліктерді өз клиенттері өздері алып кетіп жатыр. Сіздерге бұл шығарылым ұнады деген ойдамыз. Лүпіл басып, достарыңызға жіберіп, бізді қолдап отырыңыздар. Қазақша контентті дамытып, автотематика саласында өзімізде дамытып жатырмыз. Сол себепті кейбір жерлерде қателіктер болса, оған мән бермеңіздер. Оның бәрі уақыт өте келе түзеледі. Сол себепті сіздерден тек қолдау күтеміз. Әрі қарай қызықты материалдар болады. Сол себепті біздің каналға подписация батырмасын басып, тіркеліп отырыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.